Димаш Құдайберген туралы 10 дерек. Дінмұхаммед Қанатұлы Құдайберген немесе Димаш 24 мамыр күні 1994 жылы Ақтөбеде туылған қазақстандық әнші. Витебск қаласында өткен 24-ші халықаралық эстрадалық ән орындаушылар Славян базары 2015 байқауында гран-при жеңіп алған. Халық сүйіктісі ұлттық сыйлығының лауреаты, Қазақстан халқының бірлігін нығайту лайықты үлес қосқаны үшін Қазақстан Республикасының президенті құрмет грамотасымен марапатталған. Абу ТВ Сон халықаралық фестивалінің қатысушысы. Әлімұлы тайпасының шекті руының қырғыз бөлімінен шыққан. Димаштың әкесі Қанат Айтбаев облыстық филармонияның басшысы, анасы Светлана Айтбаева облыстық мәслихат депутаты. Димаштың ата-әжелері де музыка адамдары. Бірі домбырада ойнаса, екіншісінің ән айтуға бейімі мол. Димаштың Раушан атты қарындасы, Мансұр атты інісі бар. Бойы 1,91. Ең алғаш рет спектакльде ойнауымен таныла бастады. 5 жасында музыкалық колледж сахнасында алғаш әнші ретінде ән салған. 6 жасында Айналайын республикалық байқауының фортепиано номинациясында жеңімпаз атанған. 2010 жылы Байқоңырдың әсем дауыстары халықаралық фестивалінің бірінші жүлде лауреаты атанды. 2012 жылы Жас Қанат республикалық жас ән орындаушылар байқауының гран-при жүлдесіне ие болды. 2012 жылы Восточный базар халықаралық байқауында бірінші жүлде лауреаты атағына ие болды. Бір жылдан соң Make in Asia бірінші халықаралық фестивалінің жеңімпазы болып атанды. 5 жасынан бастап фортепианода ойнауды үйренеді. Балалар хорында ән айтқан. 2014 жылы Димаш Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжде академиялық ән орындау сыныбын тәмамдады. Димаш Қазақ ұлттық өнер университетін эстрада вокал мамандығы бойынша бітіріп шықты. Димаш серб, итальян, француз, ағылшын, орыс, тағы басқа тілдерде ән орындайды. 15 сәуір 2017 жылы Димаш Құдайбергенов Қытайдағы Singer 2017 жобасында екінші орын алды. Димаш өзінің ақтық сынағында Қытайдың әншісі Шан Вэнжэмен дуэт құрып ән айтады. Ақтық сынақта ол Майкл Джексонның Dangerous, Billie Jean, The Way You Make Me Feel және Earth Song атты әндерін айтып шығады. Ал бірінші орында болса Қытай қызы Сэнди Лам жеңіп алады. Назарларыңызға рахмет.